Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, жақсы ма? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Мынау өткен жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Барлықтарыңа сәлем. Мен бүгін қозғайын деп отқан тақырыбым сіздермен бүгін жесткий диск, қазақша айтқанда қатқыл диск туралы сөйлесетін боламыз. Оның ішінде әрине қазіргі таңда ең танымал HDD және SSD. Осы екі жесткий диск туралы сөйлесетін боламыз. Осының қайсысы жақсы, қайсысын алған дұрыс, қайсысында қандай айырмашылығы бар, сол туралы тақырыпты қозғайтын боламыз. Менің каналымда алғаш көріп отқандар болатын болса, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Алдыңғы менің қызықты видеоларымды көріп, сіздерге ұнап жатса, лайкты аямай басыңыздар. Сіздермен бірге IT саласын бірге дамытайық. Қазақша контенттерді өсірейік. Ең бастысы бізбен бірге болып, лайктарыңызды аямаңыздар. Пікірлеріңіз болса, міндетті түрде жазуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік, go! Ең қазіргі таңда HDD және SSD деген екі жесткий дискінің түрлері бар. Қазір барлық жаппай магазиндерде, барлық компьютерлерде осы екі түрлі жесткий дисктің түрлі сатылуда. Бірінші HDD туралы айтайық. HDD-де қазіргі таңда білесіздер гигабайт форматында жүреді. Ол гигабайт қазір енді 128 гигабайттан бастап HDD форматындағы жесткий дисктер олар қазір 6-10 терабайтқа дейін дамып, арғарай өсіп бара жатыр. Бірақ бұл жесткий дискінің ешқандай осыдан 15 жыл бұрын шыққан моделімен, түрімен сол неден қатты айырмашылық жоқ, сол несімен қалып келе жатыр. Сол себептен оған қазіргі таңда SSD технологиясы арқасында жесткий диск пайда болып, оларды басып озып келе жатыр. Енді мынау HDD-дің айырмашылығы, онда мынау көріп отқандарыңыздай, суреттегідей магниттік пластинкасы бар. Осы жерде барлық сіздердің ақпараттарыңыз, видео болсын, сурет болсын, аудио болсын, немесе база данных болсын, барлық сіздердің ақпараттарыңыз осы магниттік пластинкада сақталады. Олардың айырмашылығы қазіргі таңда, енді мен қазіргі соңғы нелері бойынша айтатын болам, 5400 немесе ең танымал қазіргі түрлері 7200 минутына ақпарат оқиды. Ол дегеніміз 1 минутта компьютердің көмегі арқылы осыншама ақпаратты минутына оқи алады екен. Әрине, одан да көп оқи алатын түрлері бар. Олар 10.000 минутына оқитын, жаңағындай секундына оқитын жесткий диск бар, немесе 15.000. Олар әрине сервер технологиясында қолданады. Біз енді ол туралы тақырып қозғамаймыз, бірақ ондай әрине мықты HDD форматында жесткий дисктер бар, жоқ емес. Бірақ біз енді қарапайым халыққа түсінікті, көп алатын, көп қолданатын сол туралы жесткий дисктер төңірегінде сөйлесіп отқаннан кейін, біз тек әрине осы қолжетімді, көп қолданатын жесткий дисктің түрлерін айтатын болам. Енді осындай танымал қазіргі айттым, жаңа 5400-7200 минутына оқитын осындай HDD форматында жесткий дискілер бар. Ол жесткий дискілердің SATA, ID деген түрлері болған. Осының алдында шлейфтермен, оны білесіздер, SATA шлейфпен немесе ID шлейфпен. Оның қазір внешний түрі бар, внешний дейін сыртқы, переносной флешка сияқты ұстап жүретін HDD форматта ондай да жесткий дискілер бар. Мына суретте көріп отқандарыңыздай. Енді SSD-дің HDD-ден айырмашылығы қандай? SSD HDD-ге қарағанда 4-5 есе жылдамырақ жұмыс жасайды екен. Ол дегеніміз, менің экспериментім бойынша, мысалға бір үлкен файлды алатын болсаңыз, мысалға бір үлкен 3-2 гигабайттық форматтағы фильмді, немесе бір файлды SSD-ден SSD-ға көшіретін болсаңыз, или SSD-ден HDD-ға көшіретін болсаңыз,
өзіңіз жылдамдықты байқайсыз, әлде қайда 4-5 есе уақытта ертерек бітіреді көшіріп. Өзіңіз сенбей жатсаңыз эксперимент жасап көрсеңіз болады. Осындай үлкен файлдарды жақсы өзінің нәтижесін көрсетеді. Мысалы ретінде жерде мысалға HHD-да майда файлдарды, мысалға бір ұсақ, бір көп файлдарды, мысалға бір суреттерді айтайық, бір 200 суретті бір жерден бір жерге көшірген кезде HHD ондай кезде қатты қиналып қалады. Мысалға бір тұтас үлкен файлды көшіргеннен гөрі HHD майда файлдармен оның проблемасы бар, ол қиналады. Көшірген кезде мысалға дәл сондай 2 гигабайт үлкен файлды 5 минутта көшіретін болса, дәл сондай майда файлдар, бірақ 5 гигабайтты көшіретін болса, ол әлде қайда 15-20 минутқа дейін көшіретін болады. Сол себептен ал SSD болатын болса, бұндай проблемаларды жақсы есептеліп шығарылған, ол бұндайға жақсы қарастырылған, сол себептен бұндай ұсақ файлдармен де жақсы жұмыс істейді. Әлде қайда жылдамырақ көшіреді. SSD-ді HHD-ден айырмашылығы, мысалға бір ауыр программаларды ашатын болсаңыз, Photoshop, 3D Max, Maya, мысалға, AutoCAD, мысалға бір программалармен жұмыс істейтін болсаңыз, үлкен сондай программаларды ашқан кезде байқайсыз. HHD қанша уақыт ашады, SSD қанша уақыт ашады. HHD программаларды оқып ашам дегенше бірақ уақыт кетеді, оны іздеп, өзінің несіне сақтаған жіберем дегенше ұзақ уақыт кетеді. Ал SSD ондай программалар жөнінде де жақсы қарастырылған, сол себептен ондай программаларды да өте жылдам уақытта, Windows-ыңызға орнатылған программаларды жылдам уақытта ашады екен. Енді қысқаша айтатын болсақ, HHD-дің SSD-ден плюс-минустары, SSD HHD-ге қарағанда корпусы жағынан, несі жағынан мықтырақ болып келеді. Мысалға SSD-ді оңайлықпен бұзып алу, сындырып алу өте қиын. Себебі жерге түсіріп алсаңыз, ол оңайлықпен SSD бұзыла қоймайды. Оның металликалық жаңағы қорғанысы HHD-ге қарағанда жақсы қорғалған, сол себептен салмағы да жеңіл. Құлап кеткен жағдайда SSD HHD-ге қарағанда көп жағдайда оңайлырақ бұзылмайды екен. Бірақ бір минус жері айтатын SSD-ден HHD-ден минус жері, HHD-да жаңа мен сіздерге айтып кеттім, магниттік пластинкада барлық данныйлар сақталады. Егер сіз жесткий дискіңіз күйіп кеткен жағдайда или құлап қалған жағдайда, істемей қалған жағдайда, сіздің магниттік пластинкаңызда сіздің барлық ақпараттарыңыз сақталады. Сол жесткий дискті мықты мамандарға апарсаңыз, әрине бағасы қымбат болады, шамаңыз жетсе, сол магниттік пластинканың ішіндегі ақпаратты өзіңізге көшіріп алуыңызға сізге мүмкіндік бар, сақталады, ол жоғалмайды көп жағдайда. Ал SSD-да егер ол күйіп кететін болса, жұмыс жасамай қалатын болса, бұл да магниттік пластинка жоқ, сол себептен бұл бірден я бар болады, я жоқ болады дейміз, бірден бүкіл данныйыңыз сол SSD-мен бірге кетеді. Сол осындай минустары бар, бірақ SSD-дің айттым ғой, жерге құлатып алып, бір жағдайлармен бір жерге соғып алсаңыз, оны бұзылу несі, сақталу корпусы мықты болғандықтан, оны бұзылу несі ауырлақ, қиынырақ, бұзыла қоймайды көп жағдайда, бірақ бір бұзылса, барлық ақпараттыңыздан, информацияңыздан айырыласыздар. Сол себептен SSD осындай бір минусы бар. Енді сіздерге айтатыным осындай, ең бастысы бұл жесткий дисктерде біздің адамдарға керегі, бұл жерде біз барлық біздің маңызды сіздердің ақпараттарыңыз сақталады. Осындай проблемаларды айтып кеттім. Осындай проблемаларға душар болмау үшін әрине клон дейді, бэкап, осындай копиясын, көшірмесін қосымша жесткий дискке немесе өзіңіздегі қосымша компьютерге сақтап жүргеніңіз, басқа да қосымша жесткий дисктерге сақтап жүргендеріңіз өздеріңізге абзал. Енді таңдау өздеріңізде, өзімнің ойымды айттып, HHD жақсы ма, или SSD мықты ма, осындай плюс-минустерін айттым. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын.
бір айтып кететін жағдай, HHD-ден SSD-дің бағаларының айырмашылығы жер мен көктей. HHD-дің SSD бағасы кемінде 5-6 есе қымбат тұрады. Сол себептен қалтаңыз көтеріп жатса, әрине SSD алған менің өзім бойынша дұрыс. Заманның талабына байланысты бұл SSD көресіздер, алдағы уақытта басып озатын болады бұл HHD-ді. Жаймен естеріңізде болса, біз ең алғашқы флоппи дискпен, дисководтармен жұмыс істеген болатынбыз. Олардың барлығы қалды. Одан кейін CD, DVD деген сияқты. Енді мына үлкен заманның дамуына байланысты үлкен осындай файлдарды көп сақтау мүмкіндігін бізге сол үшін керек қой. Осылар дамыған сайын осындай оның жылдамдығы да әсер етеді. Қазір уақыт бәрімізге қымбат, уақыт тығыз, сол себептен таңдау өздеріңізде. Ең бастысы сіздерге ұнаса лайкты аямай басыңыздар. Каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Пікірлеріңіз, ойларыңыз болса, қандай видео түсіргенімізді қаласаңыздар, соны жазып кетіңіздер. Шамам шарқым келгенше оқып, көп сұранысқа байланысты видеоларды түсіруге тырысамын. Ең бастысы бізбен бірге болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.